Қайырлы күн, білім алушылар. Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі оқытушысы Қажыбай Аян Төлегенұлы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы көркем образ және образдылық мәселелері. Образдың жасалу жолдары, образдың түрлері, көркем бейне және мінез. Сабақтың смарт мақсаты: әдебиеттану ғылымындағы образдар, олардың түрлері, тип және типтендіру, образ жасаудағы басты әдіс-тәсілдер турасында кеңінен студенттерге мағлұмат беру. Әдебиет туралы жалпы түсініктердің бәрінің келіп құйылар арнасы, әдебиет туралы ғылымның ең басты және өзекті мәселесі образ және образдылық. Бұл мәселені дұрыс таратып түсіну үшін ең әуелі әдебиеттің нысаны өмір болғанда пәні адам екенін ескеруіміз қажет. Адам тағдыры жазушы үшін шығарма арқылы ғана емес, өмірді танудың өзгеше тәсілі. Ойдан шығару образға барар жол. Шындықты көркем жинақтау жайлы әр тарапты пікірлер бар. Жинақтау дегеннің өзі әдеби тип жасау әрекеті. Көркем бейне, яғни образ, көркем өнерде, соның ішінде әдеби шығармада жинақталған түрде суреттелетін өмір құбылысының нақтылы көрініс қалпы, кейіпкердің көркем ой елегінен өткізіліп, қорытындылап жасалған тұлға бейнесі. Көркем образда екі түрлі ерекшелік: жинақтау, жалпылық сипаттарды топшылап түйіндеу және даралау, жекелік қасиет белгілерді нақтылы түрде көрсету, осы екеуі іштей астасып, қабысып жатады. Көркем образ әдебиетте, өнер салаларында өмір шындығын, қоғамдық құбылыстарды, табиғатты, адам тағдырын бейнелеп көрсету тәсілі. Әдеби шығармадағы адамның көркем образын алсақ, оның бой тұлғасындағы, кескін кейпіндегі, жүріс-тұрысындағы, қимыл әрекетіндегі, ойлау сөйлеу әдетіндегі өзгеше сипат белгілерді нақтылы суреттеу арқылы жазушы типтік қасиеттерді, яғни қоғамдық жағдай туғызған, басқаларға ортақ, жалпылық мәні бар ерекшеліктерді айқын танытады. Образ деген сөз көркем әдебиетте екі түрлі мағынасында қолданылады. Бірінші, көркем сөз мағынасында, екінші, адам образы, яғни тип мағынасында. Көркем сөз ұғымында образға теңеу де, эпитет те, троп, фигуралардың түрлері де жатады. Кейде сөз образы немесе бейнелеу деп те атаймыз. Екінші, адам образы тип мағынасында қолданамыз. Бұрын образ, яғни адам образы деп ұнамды қаһармандарды ғана атап, ұнамсыз қаһармандарды тип дейтін. Әдебиетте адам бейнесін жасаудың амалы алуан түрлі. Ол сөздегі суретпен ғана бітпейді. Көркем бейне жасауға қажет өмірлік материалды жинақтаудан әдеби тұлғаны даралауға дейін барады. Шындықты көркем жинақтау жайлы әр тарап пікірлер бар. Жинақтау дегеннің өзі әдеби тип жасау әрекеті, ал типтендіру турасындағы пікірлер тіпті қиын-қиғаш. Әдебиет пен өнердегі типтілік дегенді біреулер жеке дара проблема етіп бөліп әкетіп тип көрді. Оның алдында бөлек қисын қалыптастырмақ болып, қай-қайдағы қасан қағидаларды тізеге сап иіп те көрді. Олар айталық типтілік дегенді белгілі бір әлеуметтік тарихи құбылыстардың мәніне әкеліп соғатын, реалистік өнердегі партиялылықты көрсетудің негізгі сферасы деп белгілейтін типтік проблемасы дегеніміз әрқашанда саяси проблема. Сондықтан көркемдік образды саналы түрде әсірелеу ғана оны типтілігін неғұрлым толық ашып, айқындай түседі деген формуланы қолдан жасап, әдеби жұртшылыққа әлдебір жаңылтпаштар ұсынды. Дұрысында бұл секілді тым жасанды қисын құрастырудың қажеті жоқ еді. Типтендіру деген суреткердің іс жүзінде өмір шындығын өз дүние танымы тұрғысынан белгілі бір уақыт пен кеңістікке, әлеуметтік орта мен дәуірге сай талғап тануы, таңдап іріктеуі және жинақтауы, сол арқылы өзі жасап отырған көркем бейнені сомдауы, тұлғандаруы, даралауы болып табылады. Мұның өзі сайып келгенде әдебиетшінің әдебиеттегі әрекеті, яғни творчестволық процесс. Мұны ешбір суреткер типтілік хақындағы қисынға, схемаға қарап жасамайды. Демек, типтендіру мөлшерлі сфераға енетін, өлшеулі формулаға көнетін әрекет емес. Ақиқат өмірдегі кісілерден әдеби шығармадағы жанды бейнелер туғызудың аса қиын, күрделі және әрқашан тынымсыз характері. Суреткер өзі жасаған көркем бейненің құны мен қасиетін қасан қағидаға қарап белгілемейді. Оның өмірдегі жанды дерегіне қарап бағалайды. Жазушыға тип жасау әрекеттің үстіндегі керегі типтілік туралы қисын емес, тірі мүсін,
яғни прототип жасау. Сонымен әдебиеттегі шындықты яки адам образын жасауға қажет өмірлік материалды жинақтау тек типтендіру тәсілімен ғана жүзеге асады. Мұның өзі типтілік проблемасы әдебиеттің жалпы мәні мен маңызына жағалай келіне беретін жағдай. Жалаң уағыз емес, жаппай жапсырыла беретін жамау емес. Терең творчестволық сипаттағы орасан күрделі мәселе екенін аңғартады. Творчествоның психологиясы тым табиғи нәрсе. Ол жасандылыққа көнбейді, жасампаздық жетегіне ермейді. Шындық құбылыстарды типтендіре жинақтау арқылы суреткер болашақ образдың немесе типтің жалпы бітімін, тұлғасын қалыптастырумен қатар оның ішкі ерекшелігін көрсетіп, мінезін даралайды. Әрбір әдеби тұлғаны өз ортасынан адам ретінде бөлек оқшау танытып тұратын, оның тек өзіне ғана тән, өзгелерде жоқ және қайталанбайтын психикалық ерекшеліктері болуы шарт. Суреткердің өмір шындығын жинақтау әрекеті әрқашан оның адам мінезін даралау әрекетімен ұласып, ұштасып жату себебі де сондықтан деп білу керек. Көркем бейне, яғни әдеби қаһарман дейік, я болмаса шығарма геройы, не кейіпкері, немесе персонажы дейік, бәрібір осылардың бәрі бірақ ұғым, образ. Бейнелеу образдылық болса, бейне образ. Әдебиеттегі адам, сөздегі сурет, шығармада өмір шындығын жинақтау, адам мінезін даралау, сайып келгенде осылардың бәрінің сарқып қояр сағасы біреу, ол образ. Ал образ эстетикалық мәні бар, ойдан шығару арқылы әрі нақты, әрі жинақты жасалған адам өмірдің әсем суреті. Образ жасау тек таланттыға ғана тән әрекет, ал талантты жазушының әр образы тип, дейді орыс сыншысы Виссарион Григорьевич Белинский. Демек, біз тип туралы толғаймыз. Жазушының өмірдегі ұсақ-түйек кездейсоқ жайлардан аулақ биік талғам арқылы жинақтау және даралау әрекетінен әдеби бейне туады. Әдеби бейненің өмірдегі модельдерін өзгерте, құпылта келгенде суреткердің шығармасындағы әр кейіпкердің болмыс бітімінде бір адамның емес, бір алуан адамның сыр сипаты жатады. Сонда бұл белгілі бір әлеуметтік ортадағы бір топ адамның өкілі ретінде танылады. Тип сыры осында. Типтендіру проблемасы секілді типтің өзде тым кесек һәм күрделі нәрсе. Неге десеңіз, мінез, бітім, әрекет, ұғым, рух, парасат жағынан байыптап қарасақ, нағыз суреткердің қолынан туған әрбір әдеби тип әрі әбден жинақталған, сондықтан өзі секілдердің бәрінен ұқсайтын жалпы тұлға, әрі әбден дараланған, сондықтан өзден өзгелерге ұқсамайтын жалпы тұлға. Демек, типтің түрі мен мазмұнында жалпы мен жалпының бірлігі жатыр. Оның көркем образ ретіндегі кесектігі де, күрделігі де осында деп білу керек. Типтік образ жасаудың осы шарттардың бәрі түптеп келгенде көркем әдебиетте ақиқат шындықтың ең негізгі заңдылықтарын көрсету үшін керек. Мәселен, әдебиеттегі бір байдың образы өмірдегі бірнеше байдың, бір кедейдің образы бірнеше кедейдің ең елеулі ерекшеліктерден құралады да тип болады. Сол арқылы ақиқат шындықтағы байлар ортасы мен кедейлер ортасындағы тіршілік тағдыр заңдылықтары танытылмақ. Итбай мен игілік, Амантай мен Дәркембай солай жасалған. Әйтпесе, дәл осындай адамдар ақиқат өмірдің өзінде дәл осынау соғым тұлға, мықты мінез қалпында болды деп ұғу қате. Әрине, осыларға бір жағы болмаса, бір жағынан ұқсайтын итбайлар мен игіліктер, Амантайлар мен Дәркембайлар болды. Бірақ олардың бәрі мыналардан әлдеқайда шағын, қораш, ұсақ, күйкі болатын. Ал әдебиеттегі әлгі итбай өмірдегі ұсақ итбайларды, игілік игіліктерді, Амантай Амантайларды, Дәркембай Дәркембайларды түгел қамтып, тұтастыра көрсететін биік шоқы қарауыл төбе іспетті. Типтендіру бір адам арқылы өмірдегі 1000 адамды бірақ қамтып көрсетеді. Адам бар жерде мінез бар, ал өмірдегі алуан түрлі мінездің әдебиетте жинақталған бір тұтас типі бар. Өмірге қарап өнердегі бағаласақ, өнерге қарап өмірге де үкім айтамыз. Зымиян болса Құнанбай, Саран болса Қарабай, Аңқау болса Мырқымбай, Жалқау болса Судырахмет дейміз. Өмір мен өнердің бұлайша астасуы, өнердің өмірге айналуы, ол құбылыс. Бұл құбылыс сөз өнеріндегі тек типтендіру тәсілінен нәтижесінде нағыз тип арқылы ғана болмақ. Образдың жасалу тәсілдеріне лайық оның түрлері туады. Образдың жасалу тәсілдерінің әр алуандығы сияқты оның түрлері де әр алуан. Образдың түрлерін белгілеудің бірнеше, яғни әдістік, тектік, тәсілдік факторлары бар. Көркемдік әдіс тұрғысынан келгенде образ екі түрлі болады. Біріншісі романтикалық образ, екіншісі реалистік образ болды. Әдеби тек тарапынан келгенде образ үш түрлі болады. Эпикалық образ, лирикалық образ және драмалық образ.
Ал жалпы жасалу тәсілдеріне бақсақ, образ тағы да бірнеше түрге жіктелінеді. Мәселен, юморлық образ, сатиралық образ, фантастикалық образ, трагедиялық образ, геройлық образ және тағы басқа болып. Осылардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар, оны білу әдебиетшіге ауадай қажет. Сөйтіп, осылайша образдардың көркемдік әдіс тұрғысынан келер болсақ, жоғарыда айтып кеткеніміздей, образдың көркемдік тәсіл тұрғысынан келгенде екі түрі бар дедік. Оның біріншісі романтикалық образ. Романтикалық образ әдебиеттегі адам бейнесінің байырғы түрлерінің бірі. Бұл образдың алғашқы үлгілері байырғы көне дүние әдебиетінде, оның әрі өнген топырағы, әрі байлық қоры болып табылатын мифте, қала берсе қай халықтың болса да ауыз әдебиетінде жатыр. Әрқашан алға, алысқа, арманға асыққан халықтың қиялды келеге теңіз. Ал романтикалық образдың негізінде қиял жатады. Романтикалық образ өмірдегі болған немесе бар деректен гөрі өмірде әзірше жоқ, бірақ болатын дерекке негізделеді. Қазақ әдебиетіндегі романтикалық образдың ежелгі түрі халық ертегілері мен аңыздарында, батырлық дастандары мен тарихи жырларында жасалды. Сонау желаяқ пен көрегеннен, саққұлақ пен таусоғардан бастап, Алдыркөсе мен Асан Қайғыға дейін, одан Алпамыс пен Қобыландыға, Ертарғын мен Қамбарға дейін қазақ фольклорындағы романтикалық образдың небір ғажайып үлгілерін көруге болады. Абайдан бергі жаңа жазба әдебиетімізге келетін болсақ, Шәкәрім Құдайбердіұлы мен Мағауия Абайұлының, Ығылман Шөреков пен Мұхамеджан Сералиннің, Сұлтанмахмұт Торайғыров пен Мағжан Жұмабаевтың поэма дастандарында да талай тамаша романтикалық образдар сомдалған. Сәбит Мұқановтың Сұлу шашы мен Жұмағали Сайынның Күләндасы, Әбділда Тәжібаевтың Абылы мен Қасым Аманжоловтың Абдолласы қазақ әдебиетіндегі көптен көп романтикалық образдың жекелеген қадау-қадау үлгілері ғана. Әйтпесе бұл тізім ұзара береді. Романтикалық образ қай жанрдың туындыларында болса да молдан кездесетін образдың дәстүрлі қалыптасқан түрі. Бір ғана Ғабит Мүсіреповтің өзі прозадағы аналар бейнесінен драматургиядағы ақаны мен ақтоқтысына дейін романтикалық образдың алуан түрлі әсем типтерін айтал қалғандай шеберлікпен жасай берді. Екінші тәсіліміз, екінші көркемдік әдістің образдың түрі реалистік образ. Реалистік образ әдебиеттегі адам бейнесінің ең сымбатты, шынайы түрі. Мұның сымбаттылығы да, шынайылығы да шыншылдығында. Бұл кәдімгі өмірде болған, бар және бола беретін, бірақ қайталанбайтын, әрқашан бұрын соңды белгісіз тым қырынан көрініп ылғи жаңарып отыратын тип. Дұрысында образ атаулының айрықша мағыналы, мәнді түрі де осы реалистік образ. Өйткені бұл образдың эстетикалық идеалы романтикалық образдағыдай бұлыңғыр емес, анық, адам қолы жетпейтін тым асқақ, алыс емес, қолмен ұстап, көзбен көргендей затты, материалды әрі жақын нәрсе. Сондықтан реалистік образдың эстетикалық тәрбиелік мәні де, қоғамдық өзгертушілік күші де айрықша үлкен. Реалистік образ нанымды образ. Оның мінез құлқы, іс-әрекеті, оны қоршаған орта, оның басынан өтетін оқиға бәрі өлшеулі, бәрі мөлшерлі. Өйткені суреткер шыншыл образ жасау үстінде өзін шындық шеңберінен шығармайды. Өзін өзі меңгеріп, қажетті жерде ылғи іркіп отырады. Реалистік образ типтік образ. Ол бізге күнде көріп жүрген етене таныс секілденгенмен, таныс бейтаныс көптің бірі көрінгенмен бірегей. Өйткені өнердегі шыншыл образ өмірдегі бір адамнан ғана көшірілген жоқ, бірнеше адамнан жинақталып және творчестволық қиялға суарылып шығарылған. Дегенмен реалистік образда романтикалық образға қарсы қоюға болмайды. Маңдайалды прогрессшіл әдебиетте образдың жоғарыда сипатталғанда екі түрі, бірін-бірі толықтыра, бір эстетикалық мұрат мақсатында егіз қатар өмір сүруге тиіс. Енді образдардың тегіне қарай бөліну жіктемесіне тоқталайық. Образ тегіне қарай үш түрге бөлінеді деп айттық. Соның біріншісі эпикалық образ. Эпикалық образ кескін кейпі, мінез құлқы, іс-әрекетімен тұтас көрінген, әрі толық жинақталған, әрі әбден дараланған тип. Мүсіндеу мен мінездеу, диалог пен монолог, түрліше сезімдер мен характерді суреттеу секілді көркем бейне жасаудың көп амал тәсілдері әсіресе эпикалық образ үшін керек. Өйткені мұнда адамның түсінде, ішінде, ісінде кең суреттеп, мол көрсетуге, терең әрі жан-жақты танытуға мүмкіндік бар. Оған эпикалық шығарманың әрісі де, құшағы да еркін жетіп жатыр. Эпикалық образ бедерлі бейне, әрі нақты, әрі затты тұлға,
кәдімгі тірі кісідей өзін көзбен көруге, сөзін құлақпен естуге, мінезін ұғуға, қимылын бақылауға болатын бүкіл өмір жолын бар бұралаңымен байқауға, өскен ортасын барлық ой қырымен байыптауға болатын күрделі де кесек қаһарман. Келесі образымыз лирикалық образ. Лирикалық образ сыршыл, өлең жырлардағы ақынның өз бейнесі, оның ішкі бітімі, ақынның мың мейірімен, көңіл күйінен, нәзік сырмен, сылқым сезімінен өріліп жасалған өзгеше кейіпкер. Мұнда эпикалық образдағыдай ұзақ, кең, мол суреттеліп жан жақты ашылған адамның сыртқы кескін кейпі де қым қуыт шиеленісіп жатқан тағдыры немесе іс әрекеті мен қимыл әрекеті де тұтасып көріне бермеуі мүмкін. Оның есесінде адамның аса терең әрі нәзік ашылатын ішкі сыры, мінез құлқы, жан тынысы айрықша әсем айшық табады. Келесі образ түрі драмалық образ. Драмалық образ эпикалық не лирикалық образдар секілді қағаз бетінде емес, тура өмірдің өз аясында, яғни сахнада көзбе-көз, қолма-қол жасалатын көркем бейне болып табылады. Мұны кейде тура сахналық бейне деп те атай береді. Антигона мен Отелло, Тартюф пен Хлестаков, Сатин мен Яровая, Қарабай мен Телқара, Жүзтайлақ пен Сәуле бәрі де драмалық образдар. Өйткені бұларды біз тек қана сахнадан, актерлердің ойындары арқылы жүзбе-жүз көріп таныдық. Драмалық образдың жасалу тәсілдері де өзінше бөлек. Эпикалық образ кең құлашты баяндаулар мен суреттеулер арқылы, лирикалық образ түрліше көңіл күйлер мен шабытты толғаныстар арқылы жасалса, драмалық образ шиеленіскен тартыстар мен қым-қиғаш қимыл әрекеттер арқылы жасалады. Әрине бұл сахнада психологиялық ой образын жасауға болмайды деген байлау емес. Қандай да болсын, парасатпен ойсыз, сыр мен сезімсіз образ жасау мүмкін емес. Бірақ бұл сахнадағы шешуші нәрсе қимыл әрекет, тартыс пен қақтығыс екенін де жоққа шығармаса керек. Қаншама ойшыл адамның драмалық образын жасамақ болсаңыз да, бәрібір оны сахнаға жетелеп әкеліп, 3 сағат бойы үн-түнсіз, қимыл қозғалыссыз ойлантып қоя алмайсыз. Ондай жым-жырт ойшылға театр көруші жұрт 3 сағат түгілі 3 минутта шыдап отырмайды. Демек, драмалық образ оймен қатар іске сезіммен бірге қимылға құрылады. Енді образдың жасалу тәсіліне байланысты түрлерін таратып, бас-басына сипаттамай бермес бұрын, жалпы әдемілік туралы ілімде бірнеше комедия және трагедия, героика және фантастика дегендер тәрізді эстетикалық категориялар болатынын білу шарт. Комедия ақиқат шындықтағы не адам мінезінің бітіміндегі күлкі жайлардан туса, трагедия бұған қарама-қарсы қайғылы құбылыстардан туатыны. Героика аса бір асыл, аяулы қасиеттерден туса, фантастика асыңқы, асқақ әрекеттерден туатыны мәлім. Міне осы тәсілдердің әрқайсысына лайық геройлық, трагедиялық, фантастикалық образдар болатыны сияқты, комедиялық тәсіл арқылы көркем образдың юморлық және сатиралық түрлері де жасалады. Сөйтіп, юморлық образ дегеніміз не? Юморлық образ күлкілі кейіпкер. Юмор өмірдегі кісі күлерлік құбылыстардың өнердегі сәулесі. Күлкі жоқ жерде юмор да жоқ. Ал күлкінің әшейін жеңіл-желпі нәрсе деуге болмайды. Күлкіде зор қоғамдық сипат, әлеуметтік философиялық сыр жатады. Әрине, эстетиканың комедиялық категориясындағы юмордың, сатираның, иронияның, сарказмның, патескінің әрқайсындағы күлкінің сипаты әр бөлек. Юморда күлкілі құбылыстардың ең бір майда, зиянсыз түрлері алынады. Юмордағы күлкі әзіл, ал әзіл келемежге айналса ирония, келемеж ащы мысқылға айналса сын үдей түссе сарказм болғаны. Келесі образ түрі сатиралық образ. Сатиралық образ ұнамсыз тип. Сатирамен суреттелер құбылыс керексіз кесір құбылыс. Сатира өмірдегі кеселді келеңсіздікті, кері кеткендікті қаза қопарып, көптің көз алдына көрініске шығарады, қағып сілкілейді, мысқылмен түйрейді, сықақ етеді, көпті одан түңілтеді. Күні өткеннің тозып біткеннің кедергіге айналғанын аңғартып, оған адам бойынан жиреніш шақырады. Қулық пен сұмдықты, екіжүзділік пен мансапқорлықты, арсыздық пен ұятсыздықты, әйтеуір өмірдегі зиянды жайттарды аяусыз әшкерелеп, адамдарды онымен ымырасыз күреске үндейді, сөйтіп ілгері басуға, кедергіні жоқ етуге жұмылдырады. Сатираның юмордан өзгешелігі, мұнда қаламгердің өзі сықақпен сілейте сынап отырған адамына жаны ашымайды. Оның мінін түзеу, өзін өнегелі өмірге қайта қосу мүддесі болмайды. Керісінше, автор мұндай жексұрындық өмірде болмау керек деген қатал үкімін шығарады.
Юморда түзеу мақсаты жатса, сатирада жою, жоқ қылу мақсаты жатады. Келесі образымыздың түрі фантастикалық образ. Қиялдан туған қаһарман, адамның ақиқатқа ұқсас арманында бедерленген бейне, әдебиеттегі адам образының бағзы замандардан күні бүгінге дейін келе жатқан көне түрлерінің бірі. Қай халықтың сөз өнері болсын, оның ең байырғы түрлерінің бірі ертегі десек, сол ертегі түгелге жуық қиялға негізделетіні, ертегілердегі адам бейнелерінің көбінде қиял ғажайып сипат болатыны мәлім. Бұл да фантастикалық образдың көнелегін, жағы оның ертелігін куәландырса керек. Келесі образдың түрі трагедиялық образ. Трагедиялық образда әдебиетте тым әріден келе жатқан адам бейнелерінің бірі. Трагедиялық образ ескі мен жаңа, адам мен қоғам, адамдық пен жауыздық арасындағы ымырасыз күрестен, бітіспес тартыстан, қайшылықтан, соның өзіне де мейлінше асыңқы, адам жеңіп болмас ауыр азапты жайларды әдеби шығармада терең және шебер жинақтаудан туады. Трагедиялық құбылыстар өмірде де, юморлық не сатиралық құбылыстарға қарама қарсы. Юмор мен сатирада күлкілі жайлар әжуа, мысқыл, кекесін түрінде көрінсе, трагедияда қатерлі нәрселер қайғы, қорқыныш, қаза түрінде көрінеді. Трагедиялық қаһарманның өмірі көбіне өліммен аяқталып отырады. Өйткені оның айқасқан жауы өзінен күшті, әлеуметтік қиянат адам еркінен тыс үлкен. Сондықтан да қаһарман халықтың алыс арманы, алдағы бақыты жолындағы күрестің құрбаны. Мұндай трагедиялық қаһарманның үлгісі ретінде адам мұраты үшін жанын пида қып, құдіретті Зевспен ауыр айқасқа түскен Прометейді атауға болар еді. Прометей әрі геройлық, әрі трагедиялық образ. Соңғы образымыздың түрі геройлық образ. Геройлық образ ұнамды кейіпкер. Адамға тән небір тамаша сипаттардың синтезі секілді сом тұлға, өз дәуірдің ең аяулы, асыл мұраттарынан туған тарихи тип. Геройлық образ туралы әңгіме қозғағанда жалпы ұнамды кейіпкер проблемасына арнайы назар аударып, оның кешегі халі мен бүгінгі жайын міне дәл осы тұрғыдан байыптаған жөн. Әдебиеттегі геройлық дегеннің өзі қоғамдық, адамдық биік мақсат жолындағы өрлік пен ерлікті, қайсарлық пен қаһармандықты жырлау. Адам рухының ұлылығын қастерлейтін әдебиеттегі геройлық сөз өнерінің ең сұлу һәм сырлы қасиеттерімен біртұтас. Бұл ретте геройлық образ суреткердің ең биік идеалының, яғни асыл мұратының көркем жинақталуы. Геройлықтың қайнар көзі көп және әр алуан. Әлеуметтік теңсіздікке қарсы күрес, туған елді жаудан қорғау, халықтың азаттығы жолындағы асқақ әрекеттер, адамгершілік ардың тазалығы үшін тартыс, әділдік пен адалдық, достық пен махаббат жолындағы әрекеттер. Геройлық образ еңбек пен күрес адамының көркем әдебиеттегі ең көрнекті типі, ұлағатты түрі, биік үлгісі. Сөз өнеріндегі геройлық дегеннің орасан зор тәрбиелік мәні де осында жатыр. Енді құрметті студенттер, сабағымыздың аяғында өздеріңізге берілетін үй жұмыстың, яғни теориялық сабаққа арналған әдістемелік нұсқаумен таныстырып өтуге рұқсат беріңіздер. Сөйтіп, сабақ жоспары бойынша образ және образлық туралы жалпы түсінік, сіздер типтік проблема, типтілік проблемасы, жинақтау мен даралау, тип және прототип, образдың жасалу жолдары мен тәсілдері, образдың түрлерімен танысып өттіңіздер. Бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Мағжан Жұмабаевтың Түркістан өлеңіндегі тарихи тұлғалар бейнесін ашыңыздар. Екінші сұрақ. Мағжан Жұмабаев эпиграммасындағы портрет сомдау шеберлігіне тоқталыңыздар. Үшінші сұрақ. Әзілхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз роман диалогіндегі Бауыржан Момышұлы бейнесіне тоқталыңыздар. Төртінші сұрақ. Көркем бейненің жасалу жолдары қандай? Соңғы бесінші сұрағымыз. Көркем бейне және тарихи тұлға арақатынасын ашыңыздар. Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Сау болыңыздар.